Баяғыда бір патша болыпты. Патшаның жары әдемі, сұлу, өте келбетті жан екен. Оны келіншегін көре алмайтын күтушілері әбден патшаға жамандайды екен. Патша келіншегін өте жақсы көреді екен. Сол себепті ешқандай жалаға сенбей келіншегімен бақытты өмір сүреді. Содан бір күні келіншегі аяғы ауыр болып, туатын уақыты жақындағанда күтушілері тоғызуға келеді. Сонда бір күтушісі туған баласын суға ағызып жібереді. Сөйтіп патшаға: "Сіздің сұлу келіншегіңіз мысық туды. Келіншегіңіз сіздің шайтан", деп көзін жеткізіп патшаны сендіреді. Содан патша келіншегіне қарамастан айдалаға қуып жібереді. Келіншегі айдалада жүріп, судың жағасына келіп, өзінің баласын тауып алады. Сөйтіп олар бір ауылға келіп, баласын өсіріп, жетілдіріп, мықты, күшті батыр боп өседі. Сол келген жаудың бәрін ауылынан қорғап, мықты бала боп, батыр бала болады. Содан бір күні патша ол батыр баланы естіп: "Біз жаққа жау келе жатыр, сол батыр баланы шақырыңдар, бізді қорғасын", дейді. Содан баланы шақырып, жауға қарсы тұрып, сол елді құтқарып, батырларға қарсы келеді. Содан патша батыр баланы шақырып: "Сен біздің ауылды құтқарып қалдың, енді саған қандай көмек берейін", деп нөкерлеріне бір қап алтын беруін өтінеді. "Ол алтын емес, менің анам ауру, соған жақсы емші жіберіңіз", дейді. Содан патша батыр баланың анасын алдыртып, жақсы емші беруін өтінеді. Содан батыр баланың анасы келгенде, патша оны көріп таң қалып қалады. Өзінің әйелі алдында, көз алдында тұрғанда, патша деген күтушілерін шақырады. Күтушілері алды-артына қарамастан жоқ боп кетеді. Содан өзінің батыр баласы келіншегі екенін біліп, мәңгіге өмір сүріпті.